Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевты Бейжіңнің қақ ортасындағы Чаоян саябағында орнатылған ескерткіші жанында жас жігіт өз қолымен тазалап құрмет көрсеткен сәті бейнеленді. Бұл бейнежазба арқылы таралып, қазақстандықтардың ықыласына бөленді. Ұлы тұлғаларды ұлықтау елдік сананың көрінісі. Осындай азаматтарды көргенде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңа Қазақстан ұлтты ұлықтайтын ұрпақтың мемлекеті болуы тиіс деген сөзі еске түседі. Желі қолданушылары ер адамның әрекетіне тамсанып, тіпті үлкендер Абайдай ұлы тұлға бол деп батасын беруде. Бұл ұлы Абайға деген шынайы құрмет қана емес, елінің рухын өз жүрегімен сезіне алатын нағыз патриоттың ісі. Әр қазақстандық осы жігіттен үлгі алса, Тоқаев айтқан жаңа Қазақстан жай сөз емес, шынайы құндылыққа айналары анық. Ақынның шын есімі Ибрахим Құнанбайұлы. Туған күні 10 тамыз 1845 жылы дүниеге келген. Абай атамыздың қазіргі уақытта дүниеге келгеніне 180 жыл толып отыр. Негізгі туған жері бұрынғы Семей облысы Қарқаралы ауданы. Қазіргі уақытта Қарқаралы ауданы Қарағанды облысына қарайды. Қызметі: негізгі елге сіңірген еңбегі: ақын, ағартушы, философ, сазгер, саяси қайраткер. Әкесі Құнанбай Өскенбайұлы, анасы Ұлжан, жұбайы Ділдә. Абай қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, сазгер, аудармашы, саяси қайраткер. Либералды көзқарасын ислам дініне таяна отырып, орыс және Еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау еткен. Абай орыс ақындарынан 50 шақты өлеңдерінің аудармасын жасаған. Сонымен қатар 45 қара сөз жазған. Әр қара сөзінде адамдарды жақсылыққа, дұрыс жолға түсуді, білімге ұмтылуды көздеуге шақырады. 3 нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейді. Бұл кісінің әрбір сөзінде философияға толы. Абай атамыз шығыс пен батыс мәдениетін жетік білген. Bir қатар әлем ойшылдарының еңбектерімен жақсы таныс болған. Философиялық трактаттар стилінде жазылған қара сөздері тақырыптық ауқымдылығымен, дүниетанымдық тереңдігімен, саяси әлеуметтік салмақтылығымен құнды. Қазіргі уақытта Абай Құнанбайұлының ұрпақтары бар, және олар туралы ресми мәліметтер мен зерттеушілердің жазбаларында бірнеше дерек кездеседі. Жалпы Абайдың 15 баласы болған, бірақ көбі жас кезінде шетінеп кеткен. Белгілі балалары: Ақылбай, Абайдың үлкен ұлы, ақын, Дағыстан, Жошы хан поэмаларын жазған. Ақылбайдан тараған ұрпақтары қазіргі уақытта Семей, Алматы, Астана қалаларында тұрады. Одан кейін Әбдірахман, Петерборда оқыған, жас кезінде қайтыс болған, ұрпақ қалдырмаған. Одан кейінгі баласы Тұрағұл, Абайдың ең танымал ұлы, әкем Абай туралы естелігінің авторы, ғалым, аудармашы. Тұрағұлдан да ұрпақ тараған. Қазіргі уақытта олардың бір бөлігі Алматыда, Семейде, Түркияда тұрады. Мағауия, драматург, Еңлік Кебек поэмасының авторы, ұрпақтары бар. Одан кейінгі балалар Мекен, Кенже, Ізкәйіл, Ысқақ, Күлпәш, Райхан, Шақкәрім. Бұлардың бір қатары жастай қайтыс болған. Қазіргі Абай танушылардың Шыңғыс әулеті шежіресінің және Абай мұражайы жинақталған деректер бойынша Абайдың ұрпақтары өздерін тобықты Абай әулеті ретінде таниды. Көпшілігі Семей, Алматы, Астана қалаларында тұрса, аз бөлігі Түркия, Ресей, Германияда тұрып жатыр. Ішінде ғылым докторлары, заңгерлер, қоғам қайраткерлері бар. Мысалы, Тұрағұлдың шөбересі Динара Тұрағұлқызы Құнанбай филолог, абайтанушы. Ақылбай мен Мағауиядан тараған бірнеше ұрпақ Абайдың туған жерінде Жидебай мен Қарауылда өмір сүруде. Алғашқы абай танушылар 20 ғасырдың басы. Ең бірінші Әлихан Бөкейхан ұлын айтуға болады. Бұл кісі 1905 жылдан бастап Абайды халыққа танытқан. 1914 жылы Қазақ газетінде алғашқы ғылыми мақала жазған.
Ахмет Байтұрсынұлы Абайдың қазақ әдебиетіндегі рөлін алғаш анық айтқан, Қазақ газетінде жариялаған. Міржақып Дулатұлы 1914 жылы Абай атты мақаласында оның педагог, ойшыл ретіндегі мәнін ашқан. Кәкітай Ысқақұлы Абайдың інісі Тұрағұлмен бірге 1909 жылы Санкт-Петербургте Абайдың тұңғыш жинағын шығарған, алғаш өмірбаянын жазған. Ал кеңес дәуіріндегі абайтанушылар кімдер болды? Олар Мұхтар Әуезов Абай жолы эпопеясын жазған. Қайым Мұхамедханов Абайдың ақын шәкірттерін өмірбаянын текстологиясын зерттеген, Абайдың ақындық мектебі теориясын қалыптастырды. Сәбит Мұқанов 20 ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті еңбегінде Абайға талдау жасады. Мұхтар Мағауин Абай және ақындық дәстүр туралы зерттеулер жазды. Ғабит Мүсірепов Абайдың ұлылығы туралы мақалалар жазған. Мекемтас Мырзахметұлы Абайтану Әуезов тану ғылымдарының негізін жүйелеген ғалым. Зәки Ахметов Абайдың поэтикасы мен аудармаларын зерттеген. Қазіргі абайтанушылар, тәуелсіздік кезеңі және бүгін. Ғарифолла Есім Абайдың философиясы мен дүниетанымын зерттеген, Абай қазақ философиясының негізін салушы деген тұжырымды кең таратты. Тұрсын Жұртбай Абай заманын, архив деректерін, кеңес цензурасындағы Абай бейнесін зерттеген. Сейілбек Құдашев, Жаңғыра Дәдебаев, Тұрсынбек Кәкішев, Сұлтанхан Аққұлыұлы, Дихан Қамзабекұлы, Омар Жәлел Абай мұрасын түрлі қырынан қарастырған қазіргі ғалымдар.